Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгінгі тақырыбымызда трейдингта именно новичоктарға көбірек сұрақ болған демо-счет, профкомпания және реал счет. Қайсы счетпен қай кезеңде сауда жасаған дұрыс және қай кезеңде тиімдірек болады. Осы тақырып жайында толық ақпаратты беріп өтетін боламыз. Ең әуелі демо-счеттан бастай берейік. Демо-счет бізде білесіздер, трейдерларға алғаш бастаған кезде анализге практика жасау мақсатында және трейдингтағы графикке сделканы ашып жабу деген сияқты базалық ақпараттарға қолын үйретуге көмек беретін счет болып табылады. Бұл жерде ешқандай атайтып тұрғандай ақша жоғалтпайсыз, немесе ақша салмайсыз, немесе пайда да таппайсыз. Ол жерден просто бұл жердің беретін пайдасы сізге не екен? Жаңағы айтылған базалық керек заттарды, базалық деңгейдегі заттарға қолыңызды үйрету, қолыңызды үйреткенде де қандай да бір шығынсыз, жаңағындай тегін нәрсемен ешқандай алаңсыз үйрену мақсатын береді екен демо-счеттің. Демо-счеттің плюсына тоқталатын болсақ, демо-счеттің плюсы бізде сізге жаңағындай айтқанымызда ешқандай шығынсыз осы білімдерді үйренуге, қолыңызды үйретуге көмек береді. Ал минусы дейтін болсақ, бұл демо-счет болған жағдайда сіз жоғалтып атқан ешқандай ақшаңыз жоқ, тауып атқанда ешқандай пайдасы болмағандықтан бұл жерде эмоция деген нәрсе аса қатты іске қосылмайды. Ал трейдингта именно трейдерларға эмоция деген нәрсе ары қарай психологиясын қалыптастыруға маңызды зат болғандықтан, демо-счетпен ұзақ жүріп қалатын болсаңыздар, сіздердің стратегияларыңыз қалыптасуы мүмкін, бірақ эмоцияларыңыз, психологияларыңыздың әлсіз болып қалуына кері әсерін тигізуі мүмкін. Ал олай болса, демо-счетта ұзақ жүрмей, не істейміз ары қарай келесі профкомпанияға өтуіміз керек. Реал счетқа бірден өтіп кетуге ешқашан кеңес бермейміз. Профкомпанияға өтесіз. Профкомпанияның артықшылығы дейтін болсақ, жалпы профкомпанияның өзіне қысқаша түсіндіре кететін болсақ, профкомпания сізге инвестиция беретін компаниялар, жаңағы біреуден ақша алып, соның белгілі бір ережелерімен сауда жасайсыздар. Ары қарай профкомпанияны толық білгілеріңіз келсе, жеке сабақтары бар, тоже қарасаңыздар болады. Ал әзірге қысқаша профкомпанияның негізгі қызметі осы екен. Бірақ бізге беретін плюсы қандай тақырып бойынша? Профкомпаниямен жасау біріншіден бізге үлкен сумамен практика жасап көруге. Жаңағы қаншалықты аз, мысалға $5000 счетты $36 төлеу арқылы сатып алдыңыз. Сізден шығып атқаны $36 ғана, бірақ сізге сезіліп атқан психологияңыз $5000 психология. Яғни үлкен депозитпен сауда жасау психологиясын не істейсіз? Өзіңізге отырғызады екенсіз. Вот ары қарай тек қана психологиясы емес, сол үлкен счетпен, үлкен депозиттармен соның қалай басқарып, риск менеджментін қалай сақтауым керек, үлкен ақшалармен қалай жұмыс жасауым керек деген осындайда ақпараттарын қосымша ала кетуге болады екен. Ал екінші бір минусы, енді бұл профкомпанияда негізі өзім көзқарасым аса қатты минусы бар деп айта алмаймын, бірақ өзіндік ішінен кішігірім минусы, әрине тапқан ақшаңызды сразу шығарып ала алмайсыз. Бұл жайында толық ақпараттар берілген, тоже. Енді оны қазір айтып отырсақ, ұзақ болып кетеді тақырыбымыздан. Сол себепті профкомпанияның қысқаша минусы, тапқан ақшаңызды момент сол кезде шығарып ала алмайсыз. Өзінің белгіленген бір аптада, екі аптада бір рет деген уақыттары бар, соған қарай шығарып аласыз. Профкомпанияның тек минусы негізі осы ғана, жалпы адамға беретін. Ал пайдасы өте көп профкомпаниямен жасаудың. Именно новичок трейдердан өтіп білімді үйренгеннен кейін практика жасау барысында трейдерға ұсынылатын счетымыз не екен? Осы профкомпаниялық счет. Яғни практикалық этапқа өткен кезде осы проф-счетпен жасайтын болсаңыз, практикаңыз біріншіден жаңағы эмоцияңызбен әсер етіп, практикаңыз бен эмоцияңыз қосып қалыптасады. Екеуі қосып қалыптасқаннан кейін нәтижесінде ешқандай пайда таба алмайтын емес, профкомпаниядан плюс жасайтын болсаңыз, нәтижесінде өзіңіздің сол қалыптастырған психологияңыз бен практикаңызға қоса отырып, соның нәтижесін, яғни ақшасын шығарып алуға болатын осындай мүмкіндік беретін компания, профкомпания жайында. Яғни бұның қолдану несі, новичоктан өтіп практикаға келген кезде не істейді екен, біз қолдансақ тиімді болады екен. Ал ары қарай реал счетқа келетін болсақ, реал счет бізде енді ең риск жоғары, өйткені өз ақшаңызды саласыз. Жаңағы $5000 болатын болса, профкомпаниядағы сияқты оны $36 сатып ала алмайсыз. $5000 сауда жасағыңыз келсе, $5000 толығымен өз қалтаңыздан салып жасау керекті. Сол себепті, егер $5000 күйетін болса, өзіңіздің қалтаңыздан соның барлығы шығатындықтан риск жоғары. Трейдердің ең жаңағы білімі жетіліп, соңғы этабына өз-өзіне сенімді болған, нағыз трейдер статусын алған кезде барып, осы реал счетқа өтуге кеңес берілетін этап жалпы. Бұның енді плюсы дейтін болсақ, әрине салған ақшаңызды тек плюсіне қалаған уақытыңызда шығарып ала аласыз. Тапқан пайдаңызды сол сәтінде шығарып алуға
мүмкіндік береді. Осы жағынан енді ең жаңағы демошот пен профкомпанияға қарағанда артықшылығы плюсы осыда. Ал минусы дейтін болсаңыздар, бұның психологиясы өте ауыр. Өйткені сіз жаңағы профкомпаниямен жасағанда қаншалықты $5000 болса да, жаңағы минусы кетіп жатқан кезде сізге психологияңызда $36 ғана жоғалтам, мен мынау кетсе деген психология қалыптасады. Ал реал шотқа $5000 салып кірсеңіз, кетіп жатса, сізден сол $5000 барлығы кетіп қалады деген қорқыныш миыңызда, былайша айтқан кезде стресс қалыптастырады. Ол стресс не істейді? Ары қарай трейдингіңіздің дұрыс анализ жасалмауына әсер етеді. Екіншіден, психологияңызды басқара алмауға, психологияңызға әртүрлі кері әсерлер тигізуіне әсерлер пайда болдырады деген сияқты. Былайша айтқан кезде минустары трейдингта психологияны басқару именно реал шотта өте қиын болады. Ал әрине жасауға кеңес бермейтін нәрсе емес. Негізгі былай процесті қарайтын болсақ, демошот, новичоттарға, профшот орта деңгейдегі адамдарға, ал реал шот нағыз жеткен трейдерлер жасайтын инструмент, қарапайым тілмен айтатын болсақ. Бірақ жаңағы бірден тұрып демошотта мен орта этапты өтіп, сразу про болып кеттім деп не істеуге, реал шотқа өтіп кетуге болмайды. Каждый кезеңінде өз-өзінен өту арқылы не істейсіздер, келесі реал шотқа жетесіздер. Ал реал шотқа жеткеннен жаңағы профи трейдер болғаннан кейін не істейсіздер? Ары қарай реал шотқа өтіп, реал шоттың жаңағы момент ақшаңызды шығарып алатын мүмкіндігінен пайдаланасыздар. Бірақ ол мүмкіндікті пайдалану үшін сіздің психологияңыз сол мүмкіндікті пайдалануға жаңа рұқсат беріп, соны көтеретіндей, сол мүмкіндікті жасайтындай дәрежеге психологияңыз міндетті түрде жетуі керек екен. Ал екінші бір қоса кететін нәрсе осы. Сол психологияңызды, реал шотқа жеткізетін психологияңызды профкомпания сізге толығымен қалыптастырып береді. Яғни сол психологияны қалыптастыруға бірме-бір көмегін тигізетін инструмент дейтін болсақ, ол бізде осы профкомпаниямен сауда жасау. Профкомпанияның жаңа қосымша бір минусына, плюсын айта кетейін. Психология, дисциплина деген нәрсені өзінің берілетін ережелерімен басқара отырып, трейдерға нақты қалыптастырып шығарады. Яғни кез келген профкомпанияны өте алатын адам ары қарай реал шотқа кіріп, сол жерден сауда жасап, реал шоттағы кез келген депозитін өсіре алады. Ал профкомпанияны өте алмаған адам деген сөз, әлі дисциплинасы, өзінің риск жаңағы стратегиясы қалыптаспаған адам деген сөз. Ондай адам реал шотқа кіріп ешқашан тұрақты түрде пайда таба алмайды. Именно тұрақты түрде пайда деп айтып жатырмыз, өйткені трейдингта тұрақты түрде пайда және алғашқы табыс деген бар. Алғашқы табысты кез келген адам таба алады, бірақ тұрақты табысқа жетем десеңіздер, именно профкомпаниядан бастап, соны өтіп, соның мәстері болғаннан кейін келесі реал шотқа өткендеріңіз дұрыс болады жалпы. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Және де осы сияқты пайдалы ақпараттарды алғыларыңыз келсе, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Трейдинг және инвестиция саласы қызық болатын болса, описание бөлімінде Ризық академиясының дайындаған сабақтары бар. Сол жерден кіріп, ал сабақтарды қарай аласыздар.